Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 3-ші сынып математика сабағы. Сабақты бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лүпіл және қоңырау басуды ұмытпаңдар. Күнделікті сабақты бірге орындайық. Бүгін бізде 39-40 сабақтар. Өзіңді тексер. Мен өзімнің жетістіктерімді тексеремін. Білу. Көбейту кездесін білемін. Бос орынды толтыр. Қалдырылған амалдар компонентін ата. Балдар, біз мұнда бос ұяшықтарды толтырады екенбіз. 8-ге 8-ді көбейтетін болсақ 64-ге тең. 72-ні 9-ға бөлетін болсақ тең 8-ге. 7-ні 7-ге көбейтетін болсақ 49-ға тең. 81-ді 9-ға бөлетін болсақ 9-ға тең. 7-ні 9-ға көбейтетін болсақ 63-ге тең. 40-ты 5-ге бөлетін болсақ 8-ге тең екен. Келесі түсіну. Шамалар арасындағы байланысты орнататын формуланы теңдік ретінде қолдануды түсінемін. Формулаларды толықтырып жаз. Яғни балар, мұнда құнын табуымыз үшін, бір заттың құнын табуымыз үшін баға мен санды көбейтеді екенбіз. Бағаны табуымыз үшін құнды санға бөлеміз. Санды табуымыз үшін құнды бағаға бөледі екенбіз. Жалпы шығынды табуымыз үшін шығын мен санды көбейтеміз. Шығынды, бір заттың шығынын табуымыз үшін жалпы шығынды санға бөледі екенбіз. Санын табуымыз үшін жалпы шығынды шығынға бөледі екенбіз. Келесі қолдану. Бір немесе екі әріптен тұратын өрнектерді жазамын, оқимын, құрастырамын. Өрнектер құр. Мұндағы Б 100-ге тең, А 7-ге тең екен. Өрнектердің мәнін тап. Мұнда балар бізде азайғыш Б. Бұның орнына біз 100-ді қояды екенбіз. 100 азайту. Азайтқышымыз бізде 56/7 екен. 56-ны 7-ге бөлетін болсақ 8. 100-ден 8-ді азайтатын болсақ 92 екен. Келесі 88. Азайғышымыз 88. Азайту, яғни азайтқышымыз 6 көбейту А. А-ның орнына біз 7-ні жазамыз. Мұндағы А бізде 7-ге тең екен. Яғни 6 көбейту 7 дейміз. 6 мен 7-ні көбейтетін болсақ 42-ге тең. 88-ден 42-ні азайтатын болсақ 46-ға тең екен. Келесі Б. Бұның орнына 100-ді қоямыз. 100 азайту 49/7. Яғни А мұнда бізде азайтқышымыз 7-ге тең екен. Енді 49-дан 7-ні бөлетін болсақ 7. 100-ден 7-ні азайтатын болсақ 93-ге тең екен. Дәл солай 66 азайту 5 көбейту 7. 5-ге 7-ні көбейтетін болсақ 35. 66-тан 35-ті азайтатын болсақ 31-ге тең екен. Талдау. 2-3 амалмен орындалатын шамалар арасындағы байланысқа берілген есептерді талдап шығара аламын. Есептің шартын кестеге жазып, оны шығар. Қолданған формулаңды жаз. 63 метр матадан 1,7 костюм тігеді. 81 метр матадан осындай неше костюм тігуге болады. Балалар, міне кесте сызылды. Костюм саны 7, жалпы шығыны 63 метр екен. Бір костюмге кететін мата шығыны 1-де. Енді жалпы шығыны 81 метр мата. Костюм саны бізде белгісіз. Біз оны табуымыз үшін балалар шешуінде 63-ті 7-ге бөлеміз, яғни 9 метр. Яғни шығынды бір заттың шығынын табуымыз үшін, костюм шығын табуымыз үшін жалпы шығынды санға бөлдік. Келесі 81-ді 9-ға бөлеміз. 9 өрнек түрінде жазбасаңдар болады балалар. Жауабы 81 метр матадан 9 костюм тігуге болады екен. Жинақтау. Жанама сұрақтармен берілген есепті құрастыра аламын. Жанама сұрақтармен берілген есепті шығар. Алия 6 кітап, бұл 3 есе кем. Сырым бізде белгісіз, қанша кітап оқыған, балалар? Мұнда біз шешуін табуымыз үшін 6-ға 3-ті көбейтеміз, 18-ге тең. Яғни бұл сырымдікі. Жауабы сырым 18 кітап оқыды. Қысқаша жазылуын жанама сұрақсыз болатындай өзгертіп жаз дейді балалар. Мұнда Алия 6 кітап, сырым белгісіз. 3 есе артық Алияға қарағанда. Шешуі 6-ны 3-ке көбейтеміз, 18. Жауабы сырым 18 кітап оқыды. Бағалау. Амалдардың орындалу реті дұрыс көрсетілгендігі мен есептелгендігін тексере аламын. Амалдардың орындалу ретін көрсетуде жіберілген қатені түзет, есепте. Бірінші амалда балалар дұрыс көрсетілген,
яғни мұнда бірінші жақшан іші орындалады екен. 3 қосу 4 көбейту 5, яғни өрнектің мәні 35-ке тең екен. Келесі 3 көбейту 6 бөлу 5 қосу 4 деп тұр. Мұнда қате көрсетілген балалар. Бірінші бізде жақшан іші орындалады. 5-ке 4-ті қосамыз 9. Екінші амал 3-ке біз 6-ны көбейтеміз 18. 18-ді 9-ға бөлетін болсақ, балалар 2-ке тең екен. Келесі бізде 6 қосу 6 бөлу 4 көбейту 9 деп тұр. Бұл амал дұрыс көрсетілген. Яғни бірінші бізде жақшан іші орындалады. 6-ға 6-ны қосамыз 12. 12-ні 4-ке бөлетін болсақ 3. 3-ті 9-ға көбейтетін болсақ 27-ге тең екен. Келесі бізде 25 азайту 10 бөлу 3 қосу 6 көбейту 8 деп тұр. Яғни мұнда да балалар дұрыс көрсетілген. Бірінші бізде жақшан іші орындалады. 25-тен 10-ды азайтамыз. Одан кейін екінші амал 25-тен 10-ды азайтатын болсақ 15. 15-ті 3-ке бөлетін болсақ 5. 6-ға 8-ді көбейтетін болсақ 48. 48-ге біз 5-ті қосатын болсақ 53-ке тең екен. Келесі 42 қосу 18 бөлу жақшан ішінде 6 қосу 12 бөлу 4 екен. Мұнда бірінші жақшан іші орындалады. Бұл амалдар да дұрыс көрсетілген екен балалар. Бірінші жақшаның іші орындалады. Жақшаның ішіндегі бөлу амалы орындалады. 12-ні 4-ке бөлетін болсақ 3, 6-ны 3-ке қосатын болсақ 9. Яғни үшінші амал 18-ді 9-ға бөлетін болсақ 2, төртінші амал 42-ке 2-ні қосатын болсақ 44 болады екен. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.